жолында 15 наурыз күні бәріміз өз таңдауымызды жасайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет. Біздің, сіздің, балаларымыздың, жастардың, осы күні мықты болып келе жатқан зумерлердің болашағы жарқын болу үшін жаңа конституция керек. Біз болашақты бірге құрамыз. Және де сол болашаққа бірінші қадам ол 15 наурызда келіп, жаңа ата заңымызға дауыс беру. Қазақстанда жаңаруға, жаңаша түлеуге, жаңа кезеңге қадам жасайтын болады. Ол конституциялық реформа.